жас кезінде әкем спортқа апарып, күреске апарып көрсетіп жарысты. Содан күреске қызығушылығым пайда болып. Жылдамдық учкомына, сосын сразу учкомен біткеннен кейін подборотар істейміз, борлық. И сосын на скорость бросоктар, сосын кейін за захват жұмыс істейміз, жақсы ма? Учкомен істегенде басында 5 минут қыздырып аламыз, аяқ көтеріп жасаймыз. Білесіз ба өздері? Топ, аяқ көтеріп жоғары қарай. Басқа взрывпен жасаймыз. Тепеден шығарып. Енді Аллаға шүкір, бүгінгі таңға шейін осы дзюдо қазір деңгейі өте көтеріліп келе жатыр. Сол мектепте жүріп, сол спорт залда дайындалып жүріп, Қазақстан чемпион болдық. Балалар сол мектептен призер Қазақстан көптеген балалар шықты. Мастер орындадық сол залда жүріп. Содан кейін міне осы еңбек ашылып, осылай дзюдоның татами деген не екенін көріп, татами әкеліп, оны Талғат Байшулақов ағамыз әлем чемпионы осы татамиді әкеп төсеп, өшіге балаларға дзюдо керек. Қазақстанға, ұлтқа тәуелсіздігіміз арқасында осының бәрі осылай тәуелсіздікке жеткеннен кейін татамиге елімізде осындай спорт залдар салынып, кешендер ашылып, сосын кейін өшеде шыны қалып дайындала бастадық. Содан бапкеріміз енді менің көрегендігім, ол кісінің айтып, сен өскенде бапкер боласың деп айтып отырады, өз кішкентай кезде маған. Сосын соған баулып өзімді 11 бітіргеннен кейін сол арнайы оқуға түсіріп, физкультурный каргуға соны бітірткізіп, бапкер бол сен деп керексің, ол бапкерлік қызмет деген жақсы қызмет, ұлтқа қызмет деп солай тәрбиеледі. Өйткені жастарға көп қазір бүгінгі таңда керек осы спорт. Өйткені елімізде спорт болмаса, жастарды көбісі ішімдікке, темекіге салынып кетуі мүмкін, нашақорлыққа көп беріліп кетуі мүмкін. Содан спорт көп нәрседен жастарды тияды. Сол себептен осы жол өзіме ұнағаннан кейін осыны таңдап, бапкер болып қазір бүгінгі таңда қызмет етіп жатырмыз. Ол, екінші ауыр күйіп өтінде мән берді. Қазір мән бермесіңдер, кейін болып болады. Сосын жылдамдыққа бірақ істеген кезде екінші жылдам тұрып отырмда. Қазір жасаған кезде жылдам бірақ. Жылдам тұрып отырмда. Жылдам тұрып өрмешім. Ұлытау ауданы Жезді кентте қызмет атқардым 7 жылдай. Сол жақта ауылдың балалары, ол жақта дзюдо енді тоже болмаған екен. Сол жақта ашып, үйірмесін Айтбек Сапарұлы сол мәдениет үйінен арнайы залды беріп, сол жаққа татами төсеп, сол ауыл балаларына татамиді көрсетіп, сол жаққа дзюдоны дамытып. Сол ауылдан 7 жыл жұмыс істегенде балаларымыз Қазақстанның чемпионы болды, жеңімпаздары болды. Бір шәкіртіміз ауылдың баласы Азиядан күміс жүлдеге атанып келді. Сол жақта қызмет етіп жүрген кезде, сосын Қарағандыға шақырды, мен осы жаққа кел облысқа керексің деп осы жаққа шақырып, ағаларымыз осы жаққа тартып қайттым Қарағандыға. Қазір келіп осы жақта қызмет етіп жатырмын. Енді бұл спорт тек қана өте тәрбиеге бай спорт. Япониядан шыққан. Қазақтың өте салтына жақсы келеді. Балаларды тек қана күшті емес, физикалық емес, және де психологиялық, моральдық деңгейде дайындаймыз балаларды. Ұлтқа қызмет етуге, намысты болуға, нашақорлықтан, темектен аулақ болуға, сондайға көп балалармен тәрбиелі сағаттар жүргіземіз. Бүгінгі таңда бұндай жастарға жұмыс өте көп керек. Өйткені қазір бізде көп электрондыққа дамып барамыз, балалардың бәрі көбінесе электрондық системаға кетіп барады, сонда отырады, соткада көп отырады балалар, соған байланысты қазір спортты балаға көбірек беруге барлықтарыңызды шақырамыз. Спорт тәуелсіздігіміздің арқасында осылай спорт биік деңгейге жетіп, қазір олимпиадалық чемпиондар шығып жатыр, әлем чемпиондары шығып жатыр дзюдодан. Бұл осының бәрі, жемістің бәрі біздің тәуелсіздігіміздің арқасы деп білеміз.